Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын асқабақ қосылған орама жасадым. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле отырыңыз. Ең алдымен қамырымызды елеп қоятын боламыз. Бізге ол үшін керегі ұн және жылы су. Жылы судың үстіне тұзымызды салып, ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, суды біртіндеп құя отырып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Міне осындай қамырымыз дайын болды, қолға жабыспайтындай болуы қажет. Енді осы қамырды екіге бөліп, салафанға салып қоямыз. Қамырымыз тынып тұруы қажет. Біз ол аралықта жаңағы ішіне қосатын начинкасын турап дайындап қоямыз. Міне мен начинкасына дайын фарш және асқабақ көбірек болғаны жақсы, картоп және жуа қостым. Асқабақты барлығы жақсы көре бермейтіндіктен оны қоспай қойса да болады. Асқабағымыз тез пісетін болғандықтан оны аса ұсақтап турап қажет емес. Осы аралықта қамырымызды тағы да арасында басып қоятын боламыз, жақсы жайылуы үшін. Жуаны да ұсақтап турап, табаға қуырып алатын боламын. Бір 10 минуттай қуырып алып, одан кейін барып қосатын боламын. Міне қызып тұрған табаға май құйып, кішкене осылай жуамызды 10 минуттай қуырып алатын боламыз, жұмсарғанша. Одан кейін барып фаршымыздың үстіне саламыз. Жуаны осылай қосатын болсаңыздар, дәмі өте тіптен керемет болып шығады. Міне қуырылған жуамызды осылай фарштың үстіне салып, дәміне қарай тұз, қара бұршын қосып, жақсылап қолымызбен мұжып араластырып аламыз. Міне дайын қамырымызды енді жаятын боламыз. Мен начинкасын турап жатқанда арасында 1-2 рет басып тындырып қойған болатынмын. Енді осылай ұнымызды себе отырып, нанымызды жайып аламыз. Аса жұқа болмауы қажет, себебі начинкамызды салған кезде ол тесіліп кетеді. Орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Енді жайып алған нанымыздың, қамырымыздың үстіне осылай сұйық майымызды барлық жеріне жағып шығатын боламыз, және қамырымыз жабысып қалмас үшін. Начинкамыздың барлығын осылай қамырымыздың үстіне салып, бірдей етіп жайып шығатын боламыз. Осы бір жайымды екіге бөлетін боламыз. Екі жағынан осылай рулет сияқты бірдей етіп, теңдей бөліп орап аламыз. Орама дайын болды. Енді табағымызды майлауға ұмытпайық. Майланған табағымыздың үстіне осылай орамамызды орналастырып, суды алдын ала қайнатып қойған болатынмын. Қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып, 45 минут уақытқа қалдырып пісіріп алатын боламыз. Міне осымен орамамыз дайын болды. Бұны әр жақта әр түрлі атайды. Бір жақта ханым дейді, орама нан дейді. Міне осындай дәмді асқабақ пен орамамыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.